Дүниетану 3 сынып, тақырыбы адамдар не үшін еңбек етеді? 4 сабақ. Мемлекет, қоғам мен отбасының дамуында еңбектің маңызды рөл атқаратынын талқылау. Еңбек арқылы өз қажеттіліктеріңді орындауды үйренесің. Еңбек деген не? Адамдар не үшін еңбектенеді? Еңбектің қандай түрлері бар? Еңбексіз адам өмірінде мән болмайды. Еңбектің арқасында адам өз өмірін жақсартып, қабілетін дамытады, білімін толықтырады. Әрбір еңбекқор адам өз жұмысын жемісін көреді, қаржылай табысты болады. Осы табыстың арқасында адам өзінің мұқтаждығын өтейді. Еңбек екіге бөлінеді. Дене еңбегі, дене күшінің шығыны, яғни қолмен жасалатын, күшпен жасалатын. Екіншісі ой еңбегі. Ой еңбегінің шығыны, яғни мимен жұмыс істейтін, ойлау қабілеті. Ой еңбегін зияткерлік еңбек деп атайды. Ой еңбегі адамның зеректік пен зерделілікті, ақылдық пен парасаттылық қабілетті қажет етеді. Ой еңбегі мен дене еңбегі бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, шахтерлар көмір қазады, қол еңбегіне жатады. Ал көмір өндірудің тиімділігін арттыру үшін олар жаңа технологияларды пайдаланады. Бұларды инженер ғалымдар ойлап шығарады. Сондықтан оны ой еңбегіне жатқызамыз. Адамдар не үшін еңбек етеді? Еңбек ету қабілетін жетілдіру барысында адамдар еңбек құралдары мен әдіс тәсілдер дамытады. Бұл тәжірибе ұрпақтан ұрпаққа беріліп, адамның ғана емес, бүкіл қоғамның дамуына ықпал етеді. Мына суреттен қарап отырсақ, әртүрлі салада еңбек етіп, ой еңбегі мен дене еңбегінің көрінісін байқауға болады. Сондықтан әр отбасының өз құндылықтары бар. Өз отбасын асырауда осындай еңбек етеді. Гүл өсірсең терлеп, мұның аты еңбек. Кесте тіксең зерлеп, мұның аты еңбек. Қырға шықсаң өрлеп, мұның аты қиындықтың бәрін еңбек қана жеңбек. Дана, бұл кімнің өлеңі? Авторы Нұрхан Жанаев. Жақсы тақпақ екен. Дана, сен еңбек еткенді ұнататын адамды қалай атайтынын білесің бе? Білем, еңбекқор. Еңбекқор сөзіне қарсы мәндес сөзді ше? Жалқау, еріншек. Білесің бе, еңбектің пайдасы көп. Ол адамды тәрбиелейді, жігерлендіреді, күш береді, қуантады, бақытты етеді, өмір сүруге үйретеді, үнемшіл болуға үйретеді, ширатады, шынықтырады. Иә, біздің атамыз адал еңбек адамды қуанышты сезінуге, өзіне деген сенімділікке жетелейді, бақытқа, байлыққа жеткізеді. Еңбексүйгіш адам айналасына да сыйлы, беделді болады деуші еді ғой. Менің де айтпағым осы еді. Егер еріншек деген кеселді өзіңе жолдас етсең, онда бақыт та, байлық та, сый да, бедел де болмайды. Бұлардың кілті еңбекте ғана. Шәкәрім атамыз бұл туралы былай деген: еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуа алмас, харекет жоқ, ғылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Міне, осылай еріншектік адамды адам сияқты өмір сүруден қалдырады, оның бойындағы жақсы қасиеттің барлығын бір-бірлеп жоя береді. Мен енді түсіндім. Еңбек бәрін жеңбек дегенде, еңбектің жеңетін жауы жалқаулық екен ғой. Жалқаулық адамның барлық жақсы қасиеттерін жоя алады. Ал ол мықтыңды жеңетін тек қана еңбек. Еңбек түрлеріне қарай мамандық иелерін топтастырыңдар. Мына жерде бірнеше суреттер берілген. Осыны қайсысы ой еңбегіне жатады, қайсысы дене еңбегіне жатады екен. Балалар, кәнекей өздерің ойластырып көріңдер. Мына жерде бірнеше суреттер берілген. Балалар қалай ойластыңдар? Не істеп жүр бұл жерде? Иә, ендеше осы суретке байланысты 3 мақал мәтел берілген. Кәнекей қайсысы сәйкес келеді екен? Бірінші мақал: оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Екінші: еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Үшінші: жалқауға күнде той. Иә, әрине, еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деген мақал осы суреттерге
сәйкес келеді екен. Балалар, осы мақалдың мазмұнын қалай түсінесіңдер? Кәнекей, барлығымызды айтып көрейікші. Сендер де оқу оқығандарың ол үлкен. Енді мына сұрақтарға жауап беріңдерші балалар. Шахтер не істейді және қандай болу керек? Аспазшы не істейді? Дәрігер не істейді? Және де басқа да мамандық иелерін айтуға болады. Адамдар әртүрлі мамандықта еңбек етеді. Олардың ортақ мүддесі өз еліне пайдасын тигізу және отбасында асырау, немесе әке-шешесіне көмектесу. Мінекей осының барлығы үлкен еңбек, яғни ой еңбегі мен дене еңбегі екен. Еңбексіз даму да жоқ, ол мүмкін еместі. Жаңағы өзіміз айтып өткендей, оқу сендердің үлкен еңбектерің болып саналады. Немесе үйдегі үлкендерден сұхбат ал, ата-аналардың мамандықтар жайлы сұрап біліңдер балалар. Олардың жұмысында болдыңдар ма? Қандай екен? Кәнекей, барлығымыз өздерінің ата-аналарының еңбектері туралы, мамандықтары туралы әңгіме қозғаңдар. Осымен біз бүгінгі тақырыбымызда ой еңбегі мен дене еңбегі туралы бірнеше сөздер қозғадық, суреттер көрсеттік. Сабағымыз аяқталды.